Кең далада келе жатады. Алдынан бір топ адам көрінеді. Олар жер қазып жатыр. Ассалаумағалейкум ағайын. Кімге қабір қазып жатырсыңдар? Адамдар бір-біріне қарап үнсіз қалады. Қорқытқа. Кімге? Қорқытқа. Бұл Қорқыттың қабірі. Қорқыттың жүзі өзгереді. Көзінде үрей пайда болады. Қорқыт ата шошып оянады. Бұл не түс? Неге өз өлімімді көрдім? Ол ұзақ ойланады. Әр түні түсінде адамдардың Қорқыт желмаяға мініп жолға шығады. Қорқыт түрлі жерлерді аралайды. Мүмкін бұл жерде өлім жоқ шығар. Қорқыт жалғыз отыр. Қолына ағаш алып ұзақ ойланады. Ол ағашты өңдеп, одан қобыз жасай бастайды. Күндер өтеді. Ақырында Қорқыт қобызын қолына алады. Қорқыт қобызда алғаш рет күй тартады. Қобыздың үні далаға тарайды. Жел баяулайды. Құстардың үні естіледі. Табиғат тынышталады. Қорқыт түрлі күйлер тартады. Бірі мұңды, бірі қуанышты, бірі терең сырға толы. Егер өлімнен қашып құтыла алмасам, онда өмір үнін қалдырамын. Қорқыт Сырдария жағасына келеді. Адам өлімнен қашып құтыла алмайды екен. Қорқыт күйін тоқтатпайды. Жылан оған жақындап келіп шағып алады. Қорқыт қобызын қолынан түсіріп алады. Қобыздың соңғы үні Сырдарияның үстінде ұзақ уақыт жаңғырып тұрады. Қорқыт көзін жұмып үнсіз қалады. Қорқыт ата өлімнен қашып құтыла алмады. Бірақ ол өлімді күймен жеңді. Оның денесі дүниеден өтсе де, оның үні, күйі мен рухы халық жадында қалды. Адам өледі, өнер өлмейді. Күй өлмейді. Адамның артында қалдырған рухани мұрасы мәңгі жасайды. Таң атады. Сырдария баяу ағып жатыр. Қорқыттың қобызы жағалауда жатыр. Жел қобыздың ішегін қозғалтқанда әлсіз үн шығады.